ауырырақ болады сенен. Сен кішкене үлгіге келсің. Ал бізде ше оқыған сайын жауыз, оқыған сайын қатыгез, оқыған сайын тіл 2 метр болады. Сонда намаз, дін соны үйретіп жатыр ма? Дінді қорғау деген сөз біреудің абиетіне тиісу емес. Намаз оқымайсың сен тозаққа барасың деп өткенде біреу. Сен біреуге айтып жатыр да тозаққа барасың деп. Жәннеттің кілті сен қолында емес шығар еді, ашып кіргізіп шығарып жабатын. Олай айтпа. Сен қайта жақсы істі көрсет. Намаз оқыған сайын, мына намаз оқымай жүргенде бір оңбаған ешак еді. Намаз оқыған деген адам бұл деймін мынау. Ой алла, намаз қалай түзетеді мынаны десін. Мына Индонезия, Малайзия деген мемлекеттер солай келген исламға. Ана дінді үйреткендер келіп, сондай мейірім не көрсеткен, шауқат көрсеткен, жақсылық көрсеткен. Содан кейін қарап тұрып, ислам осы болса, онда кірейік деген. Біздің бабаларымыз да дінді үйретіп берген кезде қарай, дала заңы менен, ұлттық біздің құндылығымызбен исламның айтқан екеуі бір жерде шығып тұр. Онда мынау ақиқат екен деп ата бабамыз дінді исламды таңдап алған. Ал біз қорқытып кіргізгіміз келеді. Сен оқымасаң жәннетке кетесің, тозаққа кетесің. Жоқ, ондай қой жан, қой. Алла өз шешеді. Хазяин өзі Алла Тағала. Мәлики яумиддин деген сөз айтасың ғой Фатиха сүресіндегі. Сол қиямет күннің иесі деген сөз. Алла өзің табасың, өзің кешіресің. Намазы оқып тұрып та тозаққа түсіп кететіндер бар. Аузына Алланы айтып отырып та тозаққа түсіп кететіндер бар. Оны Алла шешеді жан. Аллаға бер. Истиғфарды көп айтсам не болады? Бүкіл дұғаң қабыл болатын болады. Дұғаның қабыл болуының нөмір бірінші несі? Условия шарты истиғфары көп болу керек. Истиғфар деген астағфируллахил азим ва атубу илейх. Я Алла, мені кешір, мен сияқты күнәһар деп Аллаға жалына бересің. Күнәні көп, күнәсіне кешірім сұраған адам күнәсіз адамға айлану үміті бар жаным. Бойдағы ашу, ренішті қалай ұмытып жүрегіңді бәрінен тазартса болады. Бұл бір күндік тазарып кететін нәрсе емес. Бұл өмір бойы өзіңмен күресіп өтетін нәрсе. Сен бүгін қойып 10 жетпей 10 секундта шайтан кеп тағы азғыруы мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар солай болған. Пайғамбардың қасына тұрғанда күшті боламыз дейді. Үйге барғаннан кейін әйел, бала шаға, жұмыс, бизнес басқаша адам болып кетеміз дейді. Сонда біз 200-іміз ғой деп уайымдаған екен. Пайғамбарды көріп тұрып, сондай адамдар болған. Сен мен бізші. Пайғамбарды көрген жоқпыз ғой. Неге ешқайсыңыз барып келген жоқ. Бірақ жүрегіңіздегі Алла қалаған иманыңыз сондай сізді көтеріп, осы сенімге келдіңіз. Сондықтан что оған бір өмір бойы күресу керек. Өмір бойы соған атсалысу керек. Өз-өзімен күресу, нәпсімен күресу, қияметке дейінгі жалғасатын бір соғыс. Өзіңмен күресу ол бір күнде бүйтіп, ва рахматуллахи ва баракатта өзгеріп кетпейді. Сөйтіп тұрып алдай беретіндер көп. Сөйтіп тұрып жаман істей беретіндер көп. Сондықтан өмір бойы бұл жалғасатын дүние. Адам пенде деп, сол үшін айтады. Адамды қалай кешіргім келеді дейсің бе, кешірмін дейсің бе, онда шайтан әлі де болса да сенің жүрегіңде шықпаған. Шайтанның ең бірінші әрекетінің біреуі ол не? Ол тәкаппарлық дейді. Жер бетінде планетадағы жалпы ең бірінші күнәға істегенде тәкаппарлық дейді. Менмендік дейді. Адам менсінбеу. Алла Тағала шайтанға, адамға баси дегенде, мен басимын, бұл топыраққа қойта. Мен оттан жаратылған, міне ең бірінші күнә осы болды. Демек, адамдардың құлшылыққа келмеуі, басын имеуі, кекшіл болуы, осының барлығы тәкаппарлығыңа байланысты. Сенің мұрның бәленбай жерде, сен әлі кішкене иілу керексің. Ана басыңды намазда июдің түпкі мақсаты не? Абай атаң айтпақшы, боқтың қабы дегендей, сен өзің орныңды біл, қайдан шықтым, қайдан кірдім, қайдан қайда барам. Соны ойланып тұрып, қой, мен бұлай болмайды екенмін де көрек. Полный жазылып, полный отдача деп. Сол полный отдача жасау үшін жүректен тәкаппарлықты шығару керек. Пайғамбарымыз не айтады? Жүректен тәкаппарлықты шығару инемен құдық қазғаннан да ауыр дейді. Инемен құдық қазған білім дейміз, бірақ одан ауыр нәрсе бар да, ол жүректен шығару бағана нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және жалғастырады. Жүрегінде зарра дейді, бір кішкентай ғана атом молекуладай тәкаппарлығы болған адам жәннетке кірмейді дейді. Ал енді сен намазың қайда қалды, оразаң қайда қалды, құлшылығың қайда қалды, сүре жаттағаның, қари болғаның, ұстаз болғаның, әулие болғаның, бәрі қайда қалды? Жүрегіңде тәкаппарлық болса. Сондықтан да ең дінімізде таразыға қойылмайтын Құдайдың алдында екі нәрсе бар. Алла бүкіл обал сауапты есептейді. Соның ішінде екі нәрсе есептелінбейді. Біреуі қарапайымдылық, екіншісі сабырлық. Осы қарапайымдылық тәкаппарлықты басады. Не үшін ғалымдар туалет жуған? Неге аптасына бір рет өзін тәрбиелеген? Мұны осы сияқты. Соқтан көтеріліңіз. Жақсы сөз сөйлеңіздер. Мына осы сіздерге уақытымды сарыптап, сіздерді тыңдатып, сіздер мені тыңдағанда түпкі мақсат не? Тәрбиеленуіміз. Аузымыздан боғау сөз жазбау. Мұсылман дегендегі тәрбие осындай болу керек. Сонда біз жақсы боламыз. Мұсылман адам көп жақсылыққа бет бұрады алтыным. Біреудің үйінің
біреудің үйдің қоймасын сақтауға қойып кеткен нәрсесі бүлініп қалса, тышқан жеп кеткен, ызғардан сызған, соны мен өтеп беруім керек па? Договор қалай болған? Әңгіме сода. Мәйттің басында барып, жылау, басынан өтіп жатырған тіршіліктермен бөлісу, әңгіме айту қаншалықты дұрыс? Дұрыс емес. Біріншіден, мәйттің басына барып жылаймыз, адамбыз, қабірді ойлаймыз, қияметті ойлаймыз, сағынамыз. Ол адам, табиғи жылау нәрсе бар. Жылауымыз, жыламайтын адамның жүрегі қатып қалған. Қабір жылататын жер. Пайғамбар саллаллаху өзі де, сахабаларда қабір деген қияметтің ең бірінші аялдамасы деген. Сондықтан бұл жері жылататын нәрсе. Бірақ жылау деген сөз, жатып алып қабірді құшақтап жылау деген сөз, есінен талып жылау деген сөз, әр нәрсеге асылып, памятникке асылып, құшалып жығылып, ей балаң оқуды бітірді, қызың байға тиді, құдалар келіп кетті, нормальный бриллиант алып келді, ақшаларын алып келді, қалым алып келді деп сөйлесу емес, оған пайдасы жоқ. Оның қияметтегі уайымы ауыр болып жатыр. Сенің бұл дүниедегі жағдайың бәрібір, дүние бүлініп кетсе де оған пайдасы жоқ қазір. Ол ақыретін ойлап жатыр. Алланың алдында не бола ма екен деп жатыр. Сіздің дұғаңызға мұқтаж. Сіз тұрып алып оған әңгімені айтасыз. Ол әңгімеден құтылды, болды. Марқұм Серік Қалиев ағамыздың Жәннетке барғанда деген бір жақсы өлеңі бар. Соны оқып шықсаңыздар, ішіне осы туралы қамтып кетеді. Қыз баланы аяқ киіммен ұрса болашағына әсер ете ма? Әсер етпесе салып тастайын деп пе? Міне қыз баланы ұруға болады да, ұл баланы ұруға болса не болмай ма? Вообще ұрмаңыз баланы. Балаға қатты айтатын кез болады, ескертетін кез болады. Ұрып тек біле, біздікілер ұр дегенде де, анау кішкене ұрудың мерасын білмейді. Ұрған осы екенде өкпесін түсіріп, мынандай бір әлсіз баланы несін ұрасың? Бұл көбінесе ұратын әйелдер айтып берейін, қандай әйелдер ұратын. Ана байына күші жетпей, ішіндегі зары мұңы жиналып қалып, өшін баладан алады. Сол үшін еркектер, әйелдің ызасын көтермеңіздер. Әйелдің күші саған жетпейді, сені ұра алмайды, өшін баладан алады. Кейбір әйелдерде сондай толқысқан эмоция болып, әлбетте ол ақымақтық, ол ақымақтық. Бірақ әйел ол роботқа емес қой, ол темір емес, темірдің өзі майлап тұрады анда-санда. Сонда ол күші жетпей, сенен ала алмаған өшін балалардан алады. Сөйтіп баланың ақыл есі кем болып, ауру болып, жынды болып қалатын сол. Бірақ шеше қанша ұрса да баланы, шапалақпен қанша тартып қалса да, қойрықтан қанша қойып жіберсе де, таяқ жеген жерін ұмытса да, тамақ жеген жерін ұмытпайды бала. Тамақ жеген оның анасы болады. Сен бриллиант тапсаң да, миллион берсең де, миллиард берсең де, айфон берсең де, сенің күнің қалады. Балаң қарамайды саған. Неге? Өйткені ол ұмытылмай қалады. Сол үшін әкелер қатыгез болмаңыздар. Бәріміз осыны айтамыз да, біз ұстай алмаймыз. Соны ұстау керек. Адам тәрбиелеу керек. Сапарда намазды міндетті түрде қысқартып оқу керек па? Ханафи мазхабында қысқарту керек. Жағдайыңыз болып тұрса да қысқарту міндетті болады. Басқа үш мазхабта сүннет деп айтылады. Менің жолдасым өмірден өтті. Иманды болсын, 21 жыл тұрдық. Қазақша некеміз қиылмады. Тек заңды некеміз бар. Енді не болады? Енді тәубе етіңіз, Алладан кешірім сұраңыз, болды. Ассаламу алейкум дейді. Сізді көріп 5 уақыт намазға кірдім. Аллаға шүкір барыңызға дейді. Машалла, машалла, альхамдулилля. Біз бір уақыт себепкер болып болған екенбіз. Алла сені жақсы көреді. Алла сізді жақсы көреді. Мені тыңдадыңыз, жүрегіңізге хидаят келіп, Құдай сізге туралып қалып келді. Алла сізді жақсы көреді. Осы мені тыңдап отқандарыңыздың өзіне Құдай сіздің мейірімі бар сізде. Әйтпесе сіз анау қайтқа қыртқан әңгімелерді көретіңіз. Осыны көруіңіздің өзі Алланың сізге жақсылық мейірімі деңіз. Аниматор жайында айтып беріңізші, харам ба? Жоқ, харам деп айтамыз. Аниматор мультипликацияда болады, киноларда болады. Сіз оның ешқандай мәселесі жоқ. Сіз тек қана ұятсыз, арсыз, тәрбиесіздікті көрсетпеңіз. Бірақ жалпы аниматор болып, жаңағы нелерді ауыстырып, декорацияларды ауыстырып, адамның киімін ауыстырып, сіздің ол жұмысыңыз. Біз кино өнерін, салтымыздың көрсететін өнерді, сурет салу өнерін, ән салу өнерін біз неге дамытпаймыз? Біз бәріміз Ауғанстанның өзі дамып жатқанда, біз енді дамымай қалайық па енді? Сондықтан дамытыңыздар. Біздің өнеріміз даму керек, төл өнеріміз даму керек. Ана сурет салсаң харам, анау харам дегенді қойыңыздар, даубаса нәрсені. Ол харам болған нәрсе бар, ұятсыз, арсыз, бетсіз, біреудің айыбын айтсаң, ол басқа мәселе. Сондықтан айналып кетейін. Біздің дін адамды артқа жетектемейді, дін цивилизацияға жетектейді адамды. Мен де намазға келдім дейді. Шүкір, намазға келгеніңіз ол бір бөлек, алтыным. Намазды ұстап қалу маңызды. Кім оқымады намазды? Бүгінде намаз жоқ. Кім кимеді сол хиджабты? Бүгінде жартылай жалаңаш жүр. Қайда сол? Қайда сол жылап бүйтті қалғаның? Қайда сол жинап Инстаграмға түскенің, бүкіл журналистерге шыққаның? Қайда бәрі? Сол үшін айтады, Құдай ақырын оңдасын дейді. Басын емес. Өмірдің Құдай ақырына қарайды. Бастағанын емес. Бастағанда супер чемпион болып, оразаны қалмай, оразада жылап, қадір түні жылап, көзін ақ бітейін деген. Ойбай, әулие. Ораза біткен қайтан сол Иван болып қалдың. Не пайдадан? Сондықтан мәселе ұстап қалуда.
ұстап қалуда әңгіме. Сондықтан біреуді аңдымаңыздар. Біреу үйтіпті, біреу сөйтіпті, аны сенен сұралмайды ол үшін. Ана бүйтіпті, сен өзің үшін сұра аласың. Сен өзің ойла, не қыласың? Әркім өз үшін жауап береді. Қабірдің басына барғанда әйел адам Құран бағыштау. Қабірдің басына барғанда әйел адам Құран бағыштай алады, егер басқа оқитын адам болмаса, яки жалғыз өзі болса, оқи алады. Проблема жоқ. Сіздің айлық қанша дейді? Көп менің айлығым. Қайтесің? Менің айлығым көп. Осы жерде отырғандар Алла ризалығы үшін маған салып жібереді. Рахмет қызметіңізге деп. Шаршамаңыз деп, отаныңыз үшін қызмет жасай беріңіз дейді. Мен айтпаңыз дейді. Көп. Бір адамға бір ауыз сөз реклама жасап жіберсем, сыйлық салып жібереді. Рахмет сізге деп. Сол сияқты. Қайтесің оны саған? Маған берсе де саған беріспеймін бәрібір. Не қыласың біреудің саған? Истихара намаз қалай және не үшін оқылады? Истихара намаз бір мәселенің үкімін шеше алмағанда, жауабын білмегенде, түбірін білмегенде қалай болар екен, не істейді екен деген сөзге мәселесін шешпегенде, я Алла деп намаз оқып, я Алла маған жәрдем бер, осының басын шеше алмай жатырмын деп оқылатын намаз. Қатын жолда, бала белде дейтіндерге не дейсіз? Енді айта береді, әйел жолда деген сөз бір қатынды алып, бір қатынды жібер деген сөз емес. Бірақ ешкімнің құлы емес, сосын түсініңіздер. Зорлап сенімен өмір сүрмеймін деген адам саған қатын болып бермейді. Біреу бай болып бермейді. Кеше алдың күні біреу қоймайды. Ұрып, боқтап, тепкіліп, әбден қорлап болады. Содан әйел кетіп қалғаннан кейін артынан жүгіріп, жалынып, жылып. Қалай болады? Сонда сен рахаттану керексің, сен қаңғу керексің, сен қыдыру керексің, сен балан қыдыру керек, енелерге қатысты. Сен балан қыдыру керек, қатынды адам орнына көрмеу керек, тепкілеу керек. Содан кейін барып, 25 жылдан кейін ойланғаннан кейін қатындар оңбаған, келіндер оңбаған. Қалай ол? Сонда сенің құлың, балаң жақсы да келін албасты болу керек па саған? Или наоборот болу керек па? Қызың жақсы күйеу бола, малай болу керек па не сізге? Жоқ, олай болмайды. Адам адамның құлы емес, тұрмайым деген адамды зорлап ешкім тұрдырамайды. Ана неге сіз әйелдің сөзін сөйлей бересіз деп өзінше бір енесі шешесі маған жазып қойыпты. Қатындар құтырған заман деп. Қатындар құтырған емес, сенің балаң оңбаған, ұрып текпілеп, аузын айырып, текпілегеннен кейін соң барып кешірші мен деп мына жағынан көзін ағызып, басын ұрып, жынды қылып, кеңкелес қылып, содан кейін барып іштен кетпейді, бұл қараңғар өлмейді, үйде жүре берсін малай болып деп. Солай болу керек па? Сонда сізді кешіру керек қой. Солай ғой, сіздің ойыңызда. Қайта жазып қоймайды, комментарий анда да жазады, мында да жазады біреу. Сіз осы әйелдерді құтырттыңыз деп. Сенің балаң сонда жақсы да, ұрып текпілеген балаң жақсы. Енді еркек қой ол, іштен кетпейді дейді да ол. Іштен кетпейді, еркек ол, сөйлеп қояды ғой енді. Қалай ол? Неге ол шыдай беру керек? Неге ол шыдай беру керек? Сен шыдаған екенсің, оңбаған байыңа, енді өліп тұрдың. Енді сенің өміріңше сіздің келін шыдау міндетті емес қой, сіздің жынды қояншық балаңа. Өйтсе ренжисіз, мен баламды сөйтіп айтты дейсіз. Жоқ, ол дұрыс емес ол. Сөзге түсінетін адам түсінеді. Тағы да айтам. Түсінбейсе малай болмайды ешкім. Енді болмағанға қазақ бірақ жауап айтады. Болмағанға болыспа дейді ағайын. Болды. Неге ол шыдай беру керек? Неге ол көне беру керек? Неге сіздер жей беру керексіздер? Неге деген сұрақ қоя аласыздар ма өздеріңіз? Жоқ, қоя алмайсыздар. Жоқ, ол бүйту керек, ол сөйту керек, ол әйелдер құтырды, әйелдер семьяны бұзды. Сен өзің балаң аузың қисық. Балаң бір қатынға ие бола алмайды. 45 қатынға барады, ең соңында бәрі қаңғып, дүниесін сорып болғаннан кейін қайта қатынға келеді, бірінші қатынға ойбай деп. Қалай ол? Олай жасамаңыздар. Жолда пробкада тұрғанда не істеуге болады? Макияж жасауға болады, мұрын шұқуға болады. Зікіріңді айт, тілегіңді айт, бірақ телефон шықма. Аға, жолдасым бізді 3 баламен тастап кетті дейді. 1 жыл болды. Қызым көшеде басқа елмен көріпті дейді. Енді балаға жамандамай қойыңыздар. Ажырасқандар бұрынғы өмірді шұқмаңыздар. Болмады, болды қой. Папаң жүргіш болып кеткен, еркек ажырасып кетсе, әйелі жүргіш болып кеткен, сразу автоматтан жүргіш болып кетеді бұлар. Болды, көрісті, өмір, жер кішкентай ақ кездеседі өмір. Намазға үйренейін деп едім, қай жерде өтеді? Алматыда. Мешітке барыңыз, мешітте өтеді. Тіл көзінен сақлау үшін қандай дұға оқысақ болады? Нүкістенмін дейді. Фалақ, Нас 113-114 сүрені оқи беріңіз.
Үйге аталарымыздың үлкен суретін ілуге дініміз не дейді дейді. Ілме деп айтады. Жақсы көрсең, олай дұғамен жақсы көр дейді. Құл болып жүрген күйеу баланы көрмеппін. Қазақтарда келін ғана құл ғой. Жоқ, олай емес. Бар. Бай болсаң сен, құл болады. Намазшы адам үйінде телевизорды алып тастаған сол дұрыс па? Жоқ, Құдайға берілу телевизормен өлшемейді. Кеше алдыңғыны бір кісілер келді, сол қызы күйеуге шыққан екен, сол шығайын деп жатыр екен, сол құдалар біз сондай намазханбыз, біз сондай мұсылманбыз, біз даже телевизор көрмейміз, сендер өздерің тойлай беріңдер, біз құдалар келмейміз, ешкім келмейміз, қызды тек қана келеміз де тойдан алып кетеміз, болды. Біз сондай әулиеміз депті. Мен айттым, енді сендер әулие болса, сендер кәпірсіңдер дедім. Иә, бізді мұсылман орнына қойып тұрған жоқ. Айтпайсың оған, кәпір мен мұсылман бірге өмір сүремейді деп. Бұл сенің қызыңда ол құл қылып малай қыл емес, қалайша ғашық болады. Мұсылмандар өзінше сұмдықпын деп есептесе, онда кәпірмен өмір сүремейді ол. Сондықтан біздің қазақ өзі кішкене бір кетсе террорист болып кететіндер бар ғой, ләйліп. Ол дұрыс емес. Ұятсыз нәрсе көрме, болды. Мамопластика деген рұқсаты жоқ. Бұл енді кейбір ғалымдардың ненің Жидданың фатуасынан көрдім ау, бір фатуадан көргенім бар. Егер семьясында дау болып, күйеуі сол сенің омырауың жоқ деп, немесе жаңағы мамологияда онкология болып кесіп алып тастаған болса, омырауын түгел, сонда семья ажырайтындай хал болса, басқа мәселе деп келетін жерін көргем. Ал бірақ жалпы үлкейту, мысалы біз жақта үлкейту болатын болса, бүкіл түркі менен араб дүниесіне кішірейту проблема. Олардың табиғаты үлкен, сондықтан олардың жаңа үлкейткенді кішірейте алмай жүр. Біздікілер үлкейте алмай жүр. Әйтеуір не керек, байды ол омырауыңмен ұстап қалмайсың, айтайын деген сол. Сол сияқты жаңағы баламен ұстап қалам, сол сияқты жаңа потенцияның еркектердің миының кемдігіменен жаңа потенциямен қатын ұстап қалам деген нәрселер далбаса нәрсе. Аға, әкесі өз баласының тұсауын кессе бола ма? Күшті болады. Соны қашанда айтсын, папаларына кестіріңіз. Папасына сен туғыздың, о сенің арқаңда тудым, саған ұқсасын. Бізді бағып атқан, асырап атқан сенсің. Сені звезда асырамайды, звездаға бармай-ақ қой. Сен әкесі сенсің, бізді асырайтын сенсің, өмір біз үшін еңбек ететін сенсің. Біз өліп қалмаймыз, бірақ сен бізге керексің деген мына осы сөзді жаттап алып тұрып күйеуің айтсаң, ойбай, өліп қалар сендердің жолдарыңа жұмыс деп. Соны айтпай, оны менсінбей, сен былай тұр деп, сөйткені айдалда біреуге жүгіресің. Айдалада не пайда? Оған расход болады, көп пайда кемейді саған, расход болғаннан басқа. Сондықтан әкесіне кестіріңіз. Суррогат анадан балалы болуға қалай? Шариғат жол бермейді. Күйеуімен ажырасқанына 7 жыл болды. Басқа еркек болмаған, и не хочу дейді. Жын жақсы көреді деген подозрение бар. Одан қалай құтылам? Әшейін сені күйеуге тиісін жүре бермесін деп айтқан сөз. Жыны кеп саған еркегің орнына еркек болуға болмайды. Енді өзің кішкене қуа бастасаң сөйтесің. Сондықтан әйел адам жалғыз жүрген жақсы емес, қасында бір теңің табылса, айналайын бақың ашылсын. Еркектің бәрі жаман емес, ішінде жақсылар да көп. Соған бағың ашылсын. Қастың айналасындағы артық шаштарды. Пайғамбарымыз саллаллаху хадисін ортаға қойып, ғалымдардың өкімін қойып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фатуасында бар бұл нәрсе. Фатуалар жинағы шыққан. Сол фатуалар жинағында бұл нәрсе келеді. Яғни рұқсат берді деп айтпай-ақ қояйын, бірақ нақтылайтын жерлері бар. Өзіңіз интернеттен қарап көріңіздер. Онкологияға биопсия тапсыруға барады, дұға жасаңызшы, нәтиже жақсы болсын. Әмин. Онкологиядан адам өлмейді, адам ажалда өледі. Сондықтан одан қорықпаңыз. Қорыққан сайын сізде үрей қаптап, өзіңізге жоқ ауруды тілеп аласыз. Сондықтан Аллаға тәуекел етіңіз. Осы ырым бар, оқтау мен сыпырғаны тігесінен қою керек деген, қаншалық қоймау керек деген, қаншалықты дұрыс. Сыпырғышты сыпыртқаны тік қоюға болмайды. Өйткені мына жағы қайырлық болады, соны сыпырыла алмай қаласың.
Енді қазір 21 ғасыр сыпырғыштың бәрі пылесос қауысып кеткен. Ең арзанын ала беріңіз. Жарай береді 10 мыңның ар жақ бер жағында Ташкенттегі сборка қойдым, жаңылмасам, соны ала беріңіз. Сыпырғының заманы қалған уже. Қазір көше сыпыратын сыпырғыштар бар. Кешір тақып қояды, сондай сыпыра беріңіз. Енді одан да цивилизация жетпей, тек қана сыпырға, жусан сыпырғының заманында болсаң, онда тұрғызбай жатқызып қойған удобный. Оқтауды да солай. Оқтау битсе талынып құлай береді, соның мазасы келіп жатқызып дұрыстап қояды. Сол жақсы нәрсеме айтылған сөз. Қайтыс болған адамның киімін киюге бола ма? Болады. Маған да әкеп береді, киіп жүрмін. Аяқ киімім көпшілігі біраз сыйлы кісілердің көйлектерін береді, кейде киіңізші. Жолдасымыздікі еді, бауырымыздікі еді деп, ода тұрған ештеңе жоқ, дұғасын оқып киіп жүремін. Намазға да киемін, шапандар береді, киеміз. Болады, ешқандай өліп қалмайсың одан. Бес жас ұлым бар, ЗПР, кәлиманы үйреткем, четко айтады. Өзім ештен естіген азанға еліктеп, азан айтқысы келеді. Сөздерін дұрыс айтпайды, өзім үйретсем бола ма азанда? Болады. Бірақ соған айта берсін, тілі жақсы шығады. Тілі шыға алмай жатқан балаға Құраннан үйрету керек. Жолдасым көп ренжітеді. Басқа қыздарға жазып жүрген кеше білдім. Ренжулімін. Ажырасып кетейін десем 3 балам бар. Бір балам ерекше бала дейді. Енді телефонмен жазған үшін ажырасып не көрінді? Оның істеген жаман нәрсе. Бірақ сен семьяңды бұзба алтыным. Семья бұзатын повод емес ол. Еркектің телефоны пияз сияқты. Пияз. Лук дейді орысша. Пияз сияқты дейді. Сарымсақ дейді кейбір жерде. Шұқыған сайын көзің ашиды. Сондықтан көзіңді ашып жылата бермей, телефонын шұқымай қой болды. Аллаға салып қой. Айт қой, өзің бала өшіріп отырсың, енді жарайды деп, жай бір шай ішіп отқанда өзің білерсің деп қой болды. Омен еркектің телефонын аңдып, еркек қатынның телефонын аңдып, бір-бірінің телефонын аңдып, екеуің бір-біріне жау болып, шайтан аздырып бітеді екеуіңді. Сондықтан оны Құдайға салып қой болды. Өліп қалсын бір жер бір бәле оқпасын деме. Баяғыда біреу байын өлтіріпті ғой, сен не үшін өлтірді десе байын жүре береді деген екен. Енді жүріп жатса дегенде 100 қатынмен жүреді, 100 қатын бәрін өлтіріп біте алмайсың, біреуін өлтірдім депті. Сол сияқты мәселе өлтіргеннен пайда жоқ одан, ол шешім емес ол. Оны Құдайды танитын қылсаңыз болды. Жолдасым көп ренжітеді. Басқа қыздарға оны айттық ренжіткенді. Қызым мен күйеу балам екі жақта жүреді. Енді қызым күйеудің қасына болам деп қасына барды. Енесі зорға жіберді. Барғаны дұрыс па? Енді бізді тастап кетті деп ренжіп жүр. Жолына кедергі болмай ма? Қағида бар. Еркек адам басқа қалада тұрса, әйелін шақыру керек. Әйелін қасына алу керек. 3 айдан жоғары қарай болатын болса, қасына әйел келу керек. Егер келмесе, рұқсат сұрау керек. Мен осы алдырамай жатырмын, сен риза бол десе, әйел риза болса, мамасымен тұра ма, қыз төркіндеп тұра ма, әйел өзі риза болса, бұдан проблема жоқ. Ал енді әйел риза емес болса, онда ақысына кірген болады, алып келу керек оны. Алып келіп, жалынып, қасына тұрғызу керек. Мен мамам бар, енем шаруасы жөні бөлек. Неге келінге ене керек болады да, неге балаға шеше керек жоқ. Сондықтан екеуі бірге қарайды, екеуі бірге болады. Келін енеге келмейді, келін байға келеді. Сондықтан күйеуге келеді, күйеудің қасында болу керек. Аға, қаза таң намазды 5 намазға дейін оқып жүрмін. Енді соны дұрыс емес дейді. Осы жөнді айтып жібересіз ба? Неге дұрыс емес? Дұрыс. Қаза намаз любой уақытта оқыла береді. 3 уақытта оқылмайды. Күн шығып келе жатқанда, күн тік тұрғанда, күн батып бара жатқанда. Болды, қалған любой жерде оқылады. Даже макрух уақыттар қаза намазға жүрмейді. Тек қана таң намаздың қазасын оқысаңыз, сол күнгі 5-ге дейін, обедке дейін оқысаңыз, сүннетімен қоса оқисыз, қалған болса тек қана парызын оқиды. Қаза намаздардың сауабы болмайды. Онда еркектен көңілін қалады ғой, дым болмағандай қалай бірге тұра беруге болады. Не шығады? Ұрысып төбелестің, ол сен ұрат, еркектің күші тек қана қатын сабауға жетеді. Сен ұрып, аузыңды сындырып, көзіңді көгертіп, соңын таяқ жегенше, ақылға салған дұрыс болады. Кеше сізді көріп мәз болып қайттық, рахмет сізге. Алла разы болсын. Мысалы, өткенде аталарымызбен отырам, мысалы, ата-апаларға көбірек жақынбыз ғой енді. Сол ата-апамен отырғанда, ой, атамыз жақсы ғой десем, апамыз айтады бір апамыз. Бұл сорлының көрсетпегені жоқ маған дейді. Соның бәріне шыдап, міне қазір осындай
алдыма Құдай иіп қойды дейді. Әйтпесе бұның үйге қатын алып келген, істемегені жоқ, сабағаны жоқ, істемеген бәлеш жоқ дейді. Міне шыдады, аяғы жеңіс болды. Енді ол әрбір нәрсеге еліктей берсең, бақыра берсең, ананда бүйттің, а дегенде мәдеді, әйел адамда кішкене даналық болу керек, сабырлық болу керек, ақылға салу керек. Ал төбелестің, ал кетсін кете бер. Ақыры кетеді екенсің, төбелеспей-ақ кете бер, неге келесің төбелесіп? Нервыңды ауыртып, жаныңды жеп, сені біреу зорлап қатын қылып жатыр ма не? Сондықтан адам ойлану керек. Әркім сөзіне лесе бермеңіз. Бүйтсең байдың керегі жоқ, өйтсең ана психолог дегенде қаңғыбастар көп сөйлеп жатқан. Солардың барлығын сөзін тыңда да, содан байдан ажырасып жетіскені шамалы. Енді да ұрса, тепкілесе, өлтірсе, онда басқа мәселе. Онда сотқа беріп көзін көгерту керек оның. Ал енді түкке тұрмайтын нәрсе үшін жанұяны былғай бермеңіздер. Жанұяна қаша бермеңіздер. Ертең соған зар болып қаласың. Анау біраз ажырасқандар тыңдаңыздар. Қандай қорлықта жүрген. Сен ажырасқаннан кейін сразу саған айтатын сөз, жігіттердің сөзі көбейеді. Пайдаланатындар көбейеді. Сенің жақсы қыз екеніңе қарамайды ешкім. Сенікі дұрыс, бірақ дұрыс болса да маңдайына ешкім сипамайды. Неге песінде 6 сүннет, намазға да 2 намазда сүннет оқымайды дінде қалай түсіндіріледі? Ол былай түсіндіріледі. Кейбір намаздар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті деп айтылады. Сүннеттің ішінде пайғамбардың жасағанына сүннет дейді да, бірақ пайғамбар кейде жасаған, саллаллаху алейхи вассалам кейде жасамаған істері бар. Сол постоянно үзбей ратибат етіп, яғни тік тұрып байлап тұрып оқығандары бекітілген сүннет болады. Бесінің алдындағы сүннет, артындағы сүннеттер. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кейде оқымаған сүннеттер бар. Қол бос кезде оқыған ол сүннеттер муаккада, ғайры муаккада дейді, бекітілмеген. Қаласаң оқы, сауап аласың, оқымасаң ешқандай мәселе жоқ. Бұл дінді жеңілдету. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ауырлатпаған. Дін өте жеңіл. Біз өзіміз қинатып жатырмыз. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның амалын жасасаң, жаман болмайсың. Енді телефон шығып отырғанша, меніңше сүннет оқыған әлдеқайда жақсы. Кейбіреулер мысалы мешітте отырып, телефон шығып отырады. Телефон шыққанша бекітілмеген сүннет оқығаның жақсы. Енді біреу болады, дұға қылып отырады, ол басқа мәселе, ол жақсы нәрсе. Дұрыс, түкке тұрмайтынға ажырасқандар көп. Сол еркектер сонда түкке тұрмайтын нәрсеге жол бермеу керек. Дұрыс айттың. Не үшін айтты ол? Жарайды, әйелдің ақылы ұстай алмады. Еркек, сен неге повод бердің соған? Неге түкке тұрмайтын сол қатын-қалашқа телефонға қарадың? Енді шайтан азғырды. Бүйтіп жақындатып көруден басталды сол. Пляждағылар бүйтіп жақындатып көресің бір жерлерін. Содан басталады өзі. Нұрлан имам уағыз қысайды, өткізіп жіберсін жыныңге, бос бәле болды деп. Пляждағыларды көрсетін тоқтап, бүйтіп қарап, артында фонын қарап, бір керек жерді үлкейтіп, ана пиксель жетпей қалады, бүйтіп квадрат болып қалады жыныңа дейіп. Бүйтіп астынан бүйтіп көрейін десе көре алмайды бір. Солай. Жақыным намаз оқиды. Беріліп оқысам екен деп переживает не дейді? Оқи берсін. Переживание кейін келеді. Сен оның жақынын ойымда, сен өзіңді ойымда. Не қыласың оны? Ол өзі сенкі сопереживание дейді орысша. Сен өзің үшін переживать ет. Ол түбі келеді. Суда аға беріп тасты теседі. Переживание күтіп отырмау керек. Что-то шабытым келмей жатыр. Так намазға шабыт бүйтіп дайындалмайды. Оқи бересің, болды. Шабытың бар ма, шабытың жоқ, оған қарамайды. Илхам келе ме, илхам келмей ме, дыр деді ме, бір деді ме, денең қышыды ма, мұрның қышыды ма, аспаннан келіп атаң қылқындырды ма, оған қарамайды. Өлген аруақтар түсіңе кірді ме, кірмей, оқи бересің. Кейін кірсе кіреді, кірмесе өзің үшін жауап бересің. Оқи бер. Жақсы жұмыс тапқым келеді. Қалай ниеттенсең болады? Сол төмен жұмыстан бастай бересің. Төменгі жұмыс сен жақсы жұмыс қалып барады. Жақсы жұмысты күтсең, жақсы бай күткен сияқты ғой. Жақсы бай күтсең, байсыз қаласың, Сол сияқты ғой. Сол әйтеуір бір кездескен мұрны пұшық маймаққа тиіп алдың ғой, алдап-алдап бүйтіп. Енді сол кейін көрдің, сөйтсең нормальный ақ жігіт екен. Сен ойлағансың, бұл адам болмайды деп, временно тигесің. Бірақ ол жақсы бай болып шықты. Ең жақсы бай сол болды. Кейін де үйреніп кеттің, стерпица болып. Қазір есінде мысалы сезбейсің. Сол сияқты ғой. Жақсы жұмысты күткен адам бар жұмысқа шыға береді. Мысалы, мына KFC деген бар ғой анау. Сол KFC-дегі ақсақал бәленбай жыл тауық пісіре берген. Бір жерде сол тауық сол нәрсені істей берген, біреу жемеген, қалаған, шереген. Содан бір күні біреу жеп, содан кеткен ғой. Сол сияқты Стив Джобсты алыңыз, әлемдегі ең мықты адамдарды алыңыз. Жайлап болады. Ол бірден жақсы жұмыс келіп, бірден көтеріліп кетпейсің. Егер бірден келсе, сен құтырып кетесің. Мен де құтырып кетемін. Адам менсінбейміз біз. Соқтан Алла тағала өзі жайлап келген жақсы болады. Мысалы, марқұм Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, бүгіндегі марқұм Қазақстан Республикасының еңбек ері номер 1 удостоверениесін алған марқұм Мұхаммедұлы Бағдат Шаяхметов деген кісі өткен ағамыз. Заводта жай жұмысшы слесарь болып бастаған жұмыста.
сөйтіп 40 жыл болсын ба, 40 жыл бір орында жұмыс істеген. Содан көтерілген, соң старший смен болған, сөйтіп, ақырында сол Титан магний заводының акциясының хозяйны алып, директор болып, көп жақсылық істеп дүниеден өтіп кетті. Ағаш бір жерден көгереді. Содан жасай беріңіз, күтпеңіз. О, бір жақсы біреу келеді, содан кейін болады деп. 70-ке келгенде успешный болған дейді, білетіндер, тарихын оқып отыр. Солай, тура сол сияқты Лакост деген ана крокодилы бар киім. Ол да жасай берген. Ол да бір қалтынбаған, құлаған, нөлге түскен, банкротқа болған. Ана кімді оқыңыз? Кім еді жаңағы? Карл Лагерфельд. Ол да сол. Барлығы сөйтіп көтеріледі. Бірден келмейді жаным. Жайлап бастай бер, болады. Арман жетектейді адамды. Оразада қараза күндерім бар. 3 жыл болды, өтемедім. Бала кішкентай болды. Биыл оразаға қосып ұстаймын ба? Оразаға қосып ұстай алмайсың. Қалай сен? Сен мұны ораза келді. Походу осы ораза и походу қарызды қалай ұстайсың? Бір ниет өзі. Құдайың өзің сам разберешься деген болмайды. Жоқ, қаза болады. Мына ораза болады. Сен қазір ұстайсың оны. Баларды емізіп болдың 2 жас. Енді қолың бос. 1 күннен, 2 күннен қалай жағдайың келеді? Бүгін 1 күн ұста. Соң 2-3 күнден болды, тағы да 1 күн ұста. Солай. Джек Ма бар дейді, білетіндер айтып отыр. Папама қатым түсіргелі жатымыз кредитқа дейді. Оны күнәға апарып, одан бері тығайын дедіңдер ма папаларыңды? Өз кредиттен құтылап, жаназада сұрадыңдар, оны апарып қарызға тығу не керегі бар? Папаны жақсы көру үшін Құран оқытудың қажеті жоқ. Папаны жақсы көру үшін сендер жақсы бала болыңдар. Кешіресіз, сіздің жасыңызды білсем бола ма? Болмайды. Имам мен қыздардың жасын білуге болмайды. Сонда күйеуімді жұмысқа шығарып салғанда басқа қыздарға қарамасын деп дұға қылуға бола ма? Болады. Құдайым, осының көзіне менен басқа ешкімді көрсетпе. Ешқандай Наташа болмасын, тек қана көзіне мен болайын. Енді современный дұға бар, Құдайым байым тек қана менмен болсын, менмен болмаса сенмен бола берсін деп тілейтіндер бар екен. Енді ол сәл болмайды енді. Нежный сұраса да өліп қалады күйеуің. Соны байсыз қап жүрме. Жақсы сұраңыз. Құдайым саған берсін деп амандығын сұрасаңызшы. Шығағып, Құдайым, сіз өйтіп сұрасаң, ол одан бетер құтырады. Сіз есік алдына тұрды, Алла, саған амандық берсін. Сен бізге керексің, сен балаларға керексің, өзіңді күтіп жүр жаным деп. Сөйтіп жақсы сөз айтсаң, анау жұмыста заряженный жүреді. Үйде мені күтетін адам болып. Ең бақытты еркек үйге тапқанын үйге алып жүгірген еркек. Сөйтіп жүгіретін болады саған. Әйел бала шағам аузына салайын деп жүгірген еркек болады. Сонда еркегіңіз бар ма? Қалған кемістігіне көз жұмыңыз. Аузы сасық, кішкене анандай сөйлеп қояды, кейде бүйтіп қояды, кейде сөйлеп, оны көз жұмыңыз оған. Айлығы мен жасы имамның не керек дейді. Біздікі соған қызықта енді. Басқаның түйесі көрінбесе де молданың түйінші көрінеді. Бір күні білесіздер, Қайрат деген ағамыз өткен, жақсы кісі, марқұм Ләйла Сұлтан қызының жолдасы. Сол кісінің үйіне Құран оқытқанда, сол қайтыс болғаннан кейін барып, ағаңыздың бір киімін сізге сыйласам, аласыз ба Нұреке? Ағаңызға дұға қылып жүресіз бе? Жақсы еді орталарыңыз дегеннен кейін жарайды деп заттардың ішінен бір аяқ киімдерді алдым. Соның ішіне бір фирменный Луи Виттон ғой, жаңылмасам. Сондай бір туфли бар екен, марқұм ағамыздан алдым. Соны алып киіп жүрсем, біреу қоймайды бір жаназада. Туфли киіп алыпсыз, қымбат $1000 туфлиін киіп алыпсыз деп. Қойсайшы дедім, күліп отыр, бәрі түсіндірмеймін, қой десем болмайды. Тағы біреудің көзінше айтты, тағы күлді. Сосын айтым, сен ағамыз танушы ма едің дедім, бәленшенің күйеуі дедім. Танимын деді. Иманды болсын, соның әйелі Ләйла апайымыз берген дедім. Деді. Сен өлсең дедім, сенің қатының маған туфлиіңді береді, мен де кием сенікін дедім. Сол сияқты не деп айту керек? Басқа сөз қалмады. Сондықтан айтайын дегенім сол. Біреудің киімін аңдымаңыз. Адамның деңгейі соған түсіп қалды қазір. Соны аңдып, соны түсіріп, бір-бірімізді аңдысақ, сонымен өзі болған жері солда. Сондықтан ешқандай мәселе жоқ. Одан өткенбіз талай. Айта береді, ит үре береді, керуен көше береді. Жақыным намазды беріліп оқығым келеді дей береді. Не істеуге болады? Оқи берсін. Айтты қой, түсіндіріп айттым ғой қазір ғана. Оқи берсін. Берілгенін күте берген өмір өтіп кетеді. Өлгенше келмеуі мүмкін. Берілгені. Садақаны мешітте дастархан жасап, Құран оқытуға болады ма?
Обязательно ет жеу керек па? Садақамен? Садақа деген күллі мағруфин садақа. Барлық жақсы садақа. Мінезіңді өзгерт садақа болады. Үйдегі әйел бала-шағаңа дұрыстап қара садақа болады. Әке шешеңе қызмет жаса садақа болады. Теща бар ғой, теща. Тещаны енеңе дұрыстап қарасаң, оның өзі садақа болады. Барлығы садақа болады. Садақаның да жолы көп, барлығының жолы көп. Сондықтан садақаны тек қана малменен, ақшаменен, тамақменен өлшемеңіздер. Садақаның жолы көп. Жасай бер. Мейірімділік жаса, қамқорлық жаса, жақсы сөз сөйле, бәрі жақсы. Қайтыс болған күйеуім түсіме көп кіреді. Құран бағыштаймын, сонда намаз оқыңыз. Намазда дұға қылыңыз. Кейбір мешіттерде айшық жоқ, сол дұрыс па дейді. Айшық түспаған. Айшық болмаса кірмейді деп пе? Ұстаз 2 ай болды таңда ерте тұра алмай жүрмін. Будильникті өшіріп тастап ұйықтап қаламын дейді. Енді сәпсен мұндай екесің, енді қазақ оқисың. Немеремді көрсетпейді, сотқа да бағынбайды. Бағынбасын. Немереге ақша керек. Сіздер одан кейін немеремен ажырасып кеткен келіннің баласын көргенде дұрыстап көрмейсіздер ғой. Ақыр енді айттыңыз, қазақ айтпақша тілімді қышыттыңыздар. Айтқаннан кейін айтайын. Біз ажырасып кеткен еркектер балаларыңызды көруге барғанда, немесе ажырасып кеткен әйелдер баласын көруге барғанда, апалар, әжелер немересін көруге барғанда, не істейсіздер? Мен айтып берейін сіздер не істейтіндеріңізді. Ажырасып кеткен шешесін жезөкше қыласыздар. Шешең оңбаған, осындай біз виноват емеспіз деп мұрынбоқ баланы жынды қылып жібересіздер. Неге олай болды? Мамаң виноват, біз виноват емес, біз жақсымыз деп жақсы көрініп, ақша тыққылап. Бала не біледі ол? Бала кім не біледі, соның артынан кете береді. Қайта сол мамасын мақтасаңыз, сізге жіберетін еді сол баланы. Сол немере мамасын мақтасаңыз, кінә бізден десеңіз, сізге беретін. Біз оған нәпсіміз шыдамайды ғой. Біз тек қана жамандап үйренгенбіз, төмен басып үйренгенбіз. Сөйткеннен кейін қалай береді сізге немерені? Енді немерені көргің келе ма? Ақша жинаңыз. Бала ертең оқуға ақша керек болады, сол кезде бересіз. Шот ашыңызда балаңға ақша жинаңыз, ертең пенсия ашып қойыңызда жинаңыз балаңызға, немереңізге жақсы көргеннің сол көрсетіп болады. Бір құрсақтан шыққан бауырлар бар, бір-бірін жақтырмайды, жат болып барады. Сол туралы айтыңызшы, Инстаграмда, ТикТокқа көбірек салыңызшы, болашақ ұрпақтар үшін уайымдайтын жағдай. Ол 1400 жыл бұрын Мұхаммед пайғамбарыңа салам айтып кеткен. Бір үміт заман келеді, сол кезде бір арзымаған дүние үшін бір бауырлар бір бауырдың бетін көрмейді деп айтқан, ол заманда бар. Ол болған, осы кездегі адамдар таң қалған, ой, не может быть деп. Қазір болды, біз үйреніп қалдық. Сондықтан ол бар нәрсе, ол болады, әрбір үмметтің бәлесі болады. Мұхаммед пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметінің бәлесі дүние болады. Сол дүние үшін жағымпазданып өлген дүние. Бай болсаң бәрі араласады сенімен. Өмірден өткен кісінің жерге түскен күнін белгілеп, Құран бағыштап, туыстарды асқа шақыру жайлы сұрайын деп едім. Жерге түскен күнін санамай қой. Құран оқып ас беру үшін немене, обязательно өлу керек па не? Өлмесең шақырмайсың ғой сонда. Шақыра бер. Обязательно өлу, жердің астына кіру не обязательно? Сауабы бара береді. Тірі болса да бара береді. Тірі болса тұра береді, өлген болса барады. Шығып кетпейді, сау срок годности давности шығып кетпейді. Бірін-біріңіз шақырып дәм беріңіздер, бір-біріңізге құрметтеңіздер, бауырларды бір-бірлеріңізге шайға шақырыңдар. Шайға шақырғаннан біздікі ренжімейді. Біздікі неден ренжиді? Мен шақыра берем ба дегеннен ренжиді. Неге я только бере беруім керек? Сондай жақта әйелің қосылады, неге сен біз бере береміз? Неге бізге бермейді? Не үшін? Өйткені сіз жауап күткен адамсыз. Адамның жақсылығы Құдайдың алдында қабыл ма, қабыл емес па? Білгіңіз келе ма? Онда адамдардан таяқ келеді саған. Істеген жақсылығыңнан таяқ естейсің. Сол кезде демейсің сен. Вот сол кезде мен Құдай үшін істеген дейсің, отыра бересің. Әйел кісі қайтеді. Ассалаумағалейкум, есімін азан шақырып қою қашанға дейін рұқсат? Ары барса 40 күнге дейін. Устаз, нужно ли резать лошадь, корову на годовщину смерти, если я считаю, что награда будет усопшему Курбан Байрам? Нет. Почему ограничиваете саваб, то есть милость Всевышнего, она же не измеряется только закалыванием животным, либо кого-то накормить. Обычно мы кормим, даже если это так, мы же так кормим всех не нуждающихся же. Мы наоборот кормим тех, которые уже насытились, уже начинают выбирать из мяса. Вот это буду кушать, вот это не буду кушать, вот это нужно, вот это не нужно. И что, вы думаете, от этого благо будет?
Да не будет этого блага. Само по себе курбан переводится приближение к Всевышнему. Приближение. А приближение к Всевышнему что измеряется только кровью, что ли? Либо мясом? Нет. Приближение бывает в первую очередь намерением. Намерение должно быть правильное. А относительно заколоть животное, созвать родственников, близких, в этом проблем нету. Но также должно быть намерение хорошее. А сейчас у нас как получается в наше нынешнее время? Я делаю, вот брат мой ничего не делает. Даже в этом случае у нас идут соревнования, состязания. Даже мы когда даем, вот эти жертвоприношения делаем, когда даже мы поминаем умершего, у нас только ради состязания. Даже мы ставим надгромные камни не ради, чтобы помнить этого человека, мы ставим ради состязания. Даже умершему покоя не даем. У нас все сводится к этому. Мы должны кому-то доказать, мы кому-то должны доказать. Даже мы хотим, если дано было бы нам возможность, мы даже хотим доказать самому Всевышнему. Вот я такой. Поэтому оставьте это в долю Всевышнему. Созывайте людей, созывайте близких, имама, пусть придет хорошее наставление сделает, пусть хорошие дуа сделает. В этом проблем нету. Но когда мы начинаем считать дни, вот это является беда. Нововведение в ислам. Балаға 2 ай азан шақырмат қою керек пе? Керек жоқ. Балаға ысырап шындықты қашан үйреткен дұрыс? 4-6 жасар берген тамақты толық жемейді. Ысырап что, только тамақта, что ли? Тамаққа келгенде неге ысырап жасайсыздар деп айтамыз да не? Киімде ысырап болмай ма не? Балаңыздың ең қымбат уақыты кетіп жатыр ысырап болып. 6 жастағы баланың уақыты қайтып келмейтін өмірлері өтіп жатыр. Оған ысырапқа мән бермейміз. Біз тамаққа келгенде ысырап төлейміз. Ысырап болады ғой деп пакетке салып аламыз қонақта. Тамақта қонаққа барғанда тамақты салып алуға болады қашан? Үйдің иесі өзі майчка таратып берсе, или столдың астына салфетка пакет қойып қойса салып алуға болады. Егер онда пакет бермесе, сол жерден бір конфетті алуға болмайды. Үйдің өзі рұқсат береді. Пожалуйста, салып алыңыздар деп пакет таратып береді, немесе стол қойып береді. Ана столдың астына пакет қойып қойады. Салып алыңыздар деген намек болады. Соны жемейсің бе, жейсің бе, сен проблемаң, ол салып алсаң болады. А хозяин бермей тұрып салып алсаңыз, бір конфет бүкіл сауабыңды жоқ қылады. Салмаңыз. Рұқсат берсе, алыңыз. Рұқсат бермесе, былай-былай қарап тұрып, деп салып жіберуге болмайды. Алдыңа жесін деп қойды, салып деп қойған жоқ. Тамаққа бірнеге тұрғанда ілгірме дейді. Әйтеуір біздікі бәрі ілгір, әйтеуір. Терлесе болды көз, іш ауырсы көз тартса болды қуанады, сол көз тартса жылайды. Біздің қазақ осындайлардың бәрін таратып алады. Басыңа қақалып қалған жоқ, тамағыңда полип болуы мүмкін, тамақ жақпай қалуы мүмкін, жүрегіңде изжога болуы мүмкін. Аға, әйел адамның талақ бергені қабыл бола ма дейді. Әйел адамның эмоциясы көп. Әйел адам балалар талақты бергенде бір бай болып қалмайтын еді. Бәрі кетшей талақ бердім дейтін еді. Сондықтан әйелдің талағы есептелінбейді. Тек қана әйелдің талағы есептелетін кездер бар. Сотқа қайырылады, сотқа қайырылу арқылы болады. Екіншісі, әйел адам талақ бере алады, егер талақтың правасын еркек өзі әйеліне сыйлаған болса. Мысалы, мен сені сондай жақсы көрем, кім атың сенің? Гүлмира ма, Айнұр ма? Мен саған әйелім осы талақтың правасын бердім десе, соң бар 1 жылдан кейін, 1 күннен кейін, 10 күннен кейін, 10 жылдан кейін әйел мен саған талақ бердім десе, талақ түсіп кетеді. Оған дейін талақ түспейді. Правасын берсе ғана. Бермесе еркектің монополиясы. Күйеуімен 4 жыл тұрамыз, бала бар арада, 3 ай болды үйге келмегелі, ажыраса беруге бола ма дейді. Өліп қалған шығар, іздемейсің ба? Өліп қалған шығар байың, реанимацияда жатқан шығар. Тірім өзі? Бірінші іздеп тап. Содан кейін келемей жатқан шығар, біреудің бейші болып жатқан шығар, қазір адамдарды құлдыққа салып жатқан заман шығар. Іздеп тап, дуаланып қалған шығар, мейлі біреуге ғашық болып қалса. Неге күре салу? Неге? Сен де запасной байың дайын қойдың, мысалы кетіп қалатын. Кетпеш қайда? Неге кетесіз? Алматы Семей трассасында мешіт сияқты үлкен қабір көрдік. Ондайды уважаемый адамдарға санама не? Әр қазақ уважаемый. Сонда уважаемый болады да, сенің әке-шешең что, не уважаемый, что ли? Ата-бабаң не? Сен көшеден тоқалдан туған ба не? Жоқ, дұрыс емес. Біз үшін дүниеден өткендердің бәрі уважаемый. Енді кезінде Ахмет Ясауи, үлкен бабаларымыздың басына кесенелер салынған. Олардың өзі салмаған, маған сал деп өсиет қылмаған. Кейінгі ұрпақтар салған. Оның өзі уважаемый болған үшін емес, ұлттың басын біріктіру үшін. Мысалы, бір рудың үлкен, жаңа сіз айтқан бие, ханы, сұлтаны болатын болса, сол рулар тарап кетпесін. Басымыз бір жерге, ол қазақ даласының ұлы саясаты.
Мысалы, Әмір Темір атамыз Арыстан бабаларымызды салған болса, Қожа Ахмет Яссауиді, онда салудағы түпкі мақсат сол бабаларымыздың басына ұрпағын жинасын, қазақ баласы бір жерде болсын, қазақ өзі шариғатпен бірге, қазақтар аруақты құрметтеу жолымен ел басқарылған, аруақ сыйлаған елміз біз. Сондықтан ол біздің саясатымыз. Оны білмейтін ана кішкене радикал болып жүргендер өзі қолайды ғой бір нәрсені. Жоқ. Солай. Ал енді сіздің ата бабаңызды жақсы көріп, уважаемый болса, памятник салып, памятник кішкентай болса, неуважаемый болып қала ма не? Жоқ. Адамға, аруаққа деген уважаемый, ол памятникпен өлшенбейді. Соның артында қалған балалардың тәрбиесімен өлшенеді. Сенің уважаемый болып, ұрпағың быт-шыты шығып, төбелесіп, бірін-бірін өлтіріп, дүниеге таласып, қатындарын сабап, көшеге қуып, кредит алып бермей, қашып жүріп, алаяқ болып жүрген болса, сен уважаемый Құдайдың алдында жүрмей қалады. Ол адамның алдында уважаемый болуы мүмкін, бірақ Құдайдың алдында қандай екенін Құдай біледі. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, мы хотели называть именем Малик. Можно называть, простите, что на русском языке написал «Я с России». В этом нет проблем. Обычно ставят Малик. Малик — это владыка, хозяин можно перевести. Человек может быть также властвовать над семьей, над подчиненными людьми. В этом нет. Вы же не имеете права владычества кое Всевышнего. Поэтому, конечно, самое лучшее было бы назвать Абдуль-Маликом. Абдуль-Малик более правильно. Если уж можете назвать так. И, если даже назвали Маликом, это не такое уж постыдное греховное дело. Некоторые начинают из этого большую смуту делать. Да, есть определенные качества, которые только присущи Всевышнему, допустим, Творец, да, Халик. Человек не может быть творцом, поэтому халиком невозможно. Обычно нужно назвать Абдуль-Халик. Тогда будет более приятно. Всевидящий, всеслышащий и так далее, это присуще только Всевышнему Аллаху. Допустим, есть слово арабское халид. Казахтар называют халид и так далее. Но вот это слово халид, это бессмертный, если так перевести. Как человек, обычно ребенок, допустим, даже был сподвижник Халид ибн Валид. Когда он пришел в ислам, пророк не поменял же его имя, не сказал, что как ты можешь быть, астагфируллах, не можешь быть бессмертным. Бессмертный сам Всевышний Аллах. И имя ему не поменяли. Исходя из этого, даже если человеку назвали имя бессмертный, его имя может быть бессмертным. В какой мере? Его хорошие дела могут быть бессмертны. Хороший нрав может быть бессмертный. Хорошее воспитание детей нравами, это тоже может быть бессмертным. То есть до конца света. В этом проблем нет. Поэтому ставьте это имя хорошо. Но самое лучшее, еще раз здесь подчеркну вам, самое лучшее не имя, наши имена, такие навороченные, даже скажу, такие арабизированные, японские у нас имена, но приближенные к пророку, но от посланнической миссии, от посланника пророка, кроме имени, у кого ничего другого нету. Ни нрава. Но от пророка же не оставалось только имя Мухаммад. От него осталась милость, доброта, добродетельство, уважение, терпение, подчинение законам, уважение старших, воспитание подрастающего поколения, воспитывать себя, воспитывать свой нрав. Вот что оставалось. От пророка же не осталась только борода. Но, к большому сожалению, мы на сегодняшний день видим, что у многих мусульман, как так и себя называющих, только остается борода и укороченные штаны, еще там пару элементов. Этим самым хотим показать, что это действие пророка. Но от пророка же только это не осталось же. Не осталось же 1000 раз повторить «Ля иляха илlallah». Тортқа свечка туысқандарым қоя береді, балама. Керек емес деп айтсам да тыңдамайды дейді. Енді қырылысып, төбелесіп, бір свеча үшін бір-бірімен төбелесіп кетіп жүрмеңдер, Ештеңе етпейді. Қойып, енді басқа жағын реттеп алыңдаршы. Свечадан басқа жағың боғыңмен езіліп жатыр, свечкаға жабыспашы. Сені шіркеуге апарып свечка қойып жатса айтатының, айтсаң жарасады. Свечка қойдырып жатыр шіркеуге дейсің, онда айтамыз, қой, бұл дұрыс емес, харам дейміз. Енді, исламда жоқ, біздің салтымызда жоқ свечка. Енді заманауи болып жатыр, енді құтты болсын депті, тойлапты. Енді үрлеп қой сен де, одан кәпір болып кетпейтін шығарсың, свечка үрлегеннен. Бәрі бітіп соғып па. Мен асыранды қызбын дейді. Күйеуім туған әкең кім екенін білмейсің, сені кім деп қоям деп жылатады дейді. Бірінші күйеуің өледі. Бірінші сен өлесің де, соңын көреміз де. Мен кім болса да көре береді. Сен жылама.
Біріншіден өлесің ба, бірінші байың өле ма, Құдай біледі. Сондықтан баяғыда бір айтты, бірінші өліп алсын көреміз депті ғой. Сондықтан уайымдамаңыз, тау боласыз о дүниеде. Күйеуің кішкене сөйлейтін жер, сол ақымақ күйеу, сондайлар болады. Енді бәрібір сен күйеуің, біз саған айтқанбыз бәріміз үйлен болған деп. Өзің тиіп алдың ғой бізбен ерегісіп. Енді сол күйеуіңмен өмір сүре бер, оны жамандамай ақ қой. Күліп жүре бер. Мен жолға шықсам, үйдегі ене мен абысын сол күні ұрыс шығарады. Шықпа, ұрыс қалмасын, олар төбелесіп. Шықпа. Көмегіңіз үнемі тиеді, рахмет дейді, Алла разы болсын. Балаға пайғамбардың есімін берген қиын деп жатады, рас па дейді? Жоқ. Қиыны ат қоюда емес, қиыны өмір сүруде. Пайғамбардан қасиет жоқсын деп отырмын ғой. Пайғамбардан ат қана қалған жоқ Мұхаммед деп. Пайғамбардан өмір сүру қағидасы қалды. Арабша аттарға құмар болмаңыздар. Біздің аталарымыздың аты Қойшыбек, Қабанбай, Дүйсенбай, Сейсенбай дегендер болған. Сол бүкіл аттарымен қазақша болса да, Ербөгенбай болса да, елін жерін қорғап өлді. Жерін қорғап, жәнін соған пида етті. Ұрпақтан ұрпаққа қалатын із қалдырды. Біздің аттарымыз өте күшті, затымыз болмай жатыр. Сондықтан балаға ауыр болмайды. Қойыңыз. Ең болмаса атынан ұялады. Атынан ұялмайсың ба дейсіз? Мұхаммед деген арақ ішкен неудобно, қарасаң. Қоймайсың ба дейді, ұят емес па дейді. Қайды бір постоянно. Қаншадан бар сонша сұрақ болады. Былай ғой, кейбір адамдар айтады да, осы бір сұраққа 1000 рет жауап бересіз, бірақ қызық болмай кетті деп. Бұл дін қызық болатын нәрсе емес. Ол сұрақ маған 1000 рет қойылса, қойған адамға ол бірінші сұрақ, мен 1001 рет жауап беруге дайынмын. Дін ол қайталау, дін ол үйрену, дін ол талпыну. Әр адамға әр қилы айтылуы да мүмкін, жағдайдан байланысты. Мысалы айтайық, жүзік тағу, енді талап етілмейді. Жарайды, кейбір адам жүзікке құмар. Жүзікке құмар болады. Сол жүзік таққан кезде, дәрет алған кезде қолының жүзіктің астына су кіргізу керек. Құрметті әйел кісілер, сіздерге қатысты. Еркектерге де жүзік таққан адам жүзігінің астына су кіргізу керек. Дәрет алған кезде, бет қолын жуғанда. Сол үшін соған сақ боласыз. Әйтпесе сыртынан суды, мына астына су тимесе, дәретіңіз жоқ болады. Аға, жолдасым измена жасады. Ол қыз аяғы ауыр екен. Неке қидырмақшы. Біз 18 жыл бірге едік. 6 баламыз бар. Мен қайтем, ақылыңыз керек. Енді 7 бала болады үйде. Енді ол несін ойнайсың енді. Боларын болып болғаннан кейін енді ол қыз босансын, енді баласын алдырып өлтірмесін енді. Бағы ашылсын. Оның қылған ақымақтық саған деген әділеттік болмады, бірақ сен де семьяңды бұзбауға тырыс, балаларға жамандама. Ол онсыз да жаны желініп жүрген шығар, өз жауап береді. Қызым 26 жаста. Тұрмысқа шығам деп отыр, бірақ той жасамаймыз деп отыр. Дұрыс айтып отырма, балалардың шешімін қолдаған дұрыс па деп отырмын дейді. Той деген бізде қазір расход. Тойдың ақшасын балаларыңызға үй алып беріңіз. Екі жақ тойдың шығынын балаларға бір бизнесін ашып беріңіз. Экономдап жинаңыз, көбейтіңіз, инвестицияға салыңыз. Ертең күні бүйтіп отырып, тойдан қарыз болып, кім әкеп береді сіздерге? Сондықтан расходты шектеген дұрыс. Дұрыс сол. Онсыз да үйлену көп, анау көп, мынау көп, ырым-жырымы көп. Соның бәрін беріп кетеді, бәрін мақтаған ешкім жоқ. Бәрі өсектеп жамандап, оншамыз екен деп кетеміз бәріміз. Дұрыстап істесе болатын еді ғой деп. Ана біреу қымбат тамада алып келген ғой. Сон тамадам күшті ме десе, онша емес деп айтады. Что ұнамады маған деп айтады. Солай айтады. Ол алыстағылар айтпайды, жақындағылар айтады. Соның не, бәрімен төбелесесіз бе? Сондықтан керегі жоқ. Балаларыңыз айтса, балаларыңыз ақылды екен, тыңдаңыз. Мына шетелде жұмыс істеген, Россияда жұмыс істеген, басқа елде жұмыс істегендер, біреудің уткасын, құйрығын жуып ақша тауып келеді. Құрметті ата-аналар, балаларыңыз сол құл болып біреудің шетелде құйрығын жуып ақша табады, соны тойға бардым, қырқына бардым, жылына бардым деп ақшаны бітіре бермесеңіздерші, сол балаға неге жинап қоймайсыздар? Моланың маңайын бензокосилкамен қырқуға бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Тыныштық бер оларға. Тыныш жатсын. Бензоколонкамен бар. Ертең комбайн апар біреу. Жағдай жақсы біреу комбайн апарсын. Бола ма сол? Күйеуім измена жасайды. Қанша кешірсем де ұрғанын қоймайды. Полицияға беріңіз. Бала тәрбиелеу қиын болып бара жатыр. Бала тәрбиесі айтыңызшы дейді, 15 келген бала.
Ол 15-ке келгенде қолдастаған қобызың, ол 15-тен асқан соң тәрбие көрмесе доңызың деген қазақ халқының мәтелі бар. Айтайын дегенім, баланың тәрбиесі 15 жаста басталмайды. Баланың тәрбиесі 15 жаста бітеді, болды. Ары қарай кірмейді, ары қарай тәжірибе кіреді. Ары қарай ол практика жинайды. Сіз отырып алып тұрып 20-ға келген балаға ақыл айтасыз, кетші дейді, басымды қатырмашы дейді. Мен өзім білем дейді. Баланы айтатын, тәрбиелейтін уақыт ол аяқта қалған. Енді не істеймін 15 жаста? Енді мейірімдікке келесіз, болды. Өз қолыңды өзің шаба алмайсың. Тұрмыс құрғаныма 2 жыл болды. Атам мені жақтырмайды, ұлына лайық көрмейді. Күнде жолдасым ұрсып, маған қарсы қояды. Сол үшін жолдасымен күнде ұрсамыз. Аға, ойыңызды айтыңызшы, енем де айдап салып отырады дейді. Күйеуіңмен жақсы бола бер. Күйеуің күнде жаман емес қой, совсем жаман болғанда жоқ болып кетер едің сен. Пока барсың өмірінде. Енді әке-шешесінікі дұрыс емес, бірақ түптің түбі сабыр еткен жетеді мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа дейді. Олардың да өмірі мәңгі емес, сәл сабыр ет. Нервқа беріле берме. Бүйтіп айтты да. Олардың жасына жеткенде не боларын құдай бер. Сен жақсы бола бер. Таспен атқанға аспен ат. Енді сәпсем болмай баратса көрерсің. Ұрып жатса, ал енді сөзді лейлей берме. Аузы қисықтар көп. Оның бәрін аңдай берсең, материалын шыдамайды жан. Ағаштың да күзде жапырақтар түседі, көктемде қайта түлейді, бүршік атады. Сол сияқты бүршік ататын күнің бар сенің. Сабыр ет, балаларыңды жетілдір, сөзін аңдай берме. Сөз аңдыған бәлеге жолығады дейді. Ана бүйтіп айтты ма, ана сөйтіп айтты ма, ана бүйтіп айтты, неге бүйтіп айтады дей берсең, өзінде жынды боласың, туылған балаларыңды жынды қыласың, байыңда өмірі жетіспейді. Қой. Сен өрің сәл биік болсын. Жаназаға Құран бағыштауға ақша берілді. 40-ына барсақ тағы берілу керек па? Келісіп ал, тағы берем бе деп. Мен білмеймін, молдамен келісесің. Сол үшін молдаға берме үшін өзің оқы. Молдаға ренжімеңіз, мен өзім оқимын, сізге ештеңе бермеймін. Молданы апарма. Молда өзің ешкімге бермейсің, рахат. Енді өзің оқи алмайсың. Енді молдаға өміріңде бір рет Құран оқып күтсем, күнде Құран оқып жатсың. Өмірде бір Құран оқытасың, көп болса бергенің 5-10 мың теңге шығар, соны санайсың енді. Әкеңе бір Құран оқи алмайсың өзің. Енді молда оқығанын соған санасаң не керегі бар? Онда өзің оқи бер, ең жақсы сол. Шариғатта да өзің оқыған жақсы. Өзің оқи бермейсің ба? Жоқ, молда бесплатно оқу керек. Молда айлық алмайды. Молдаға сен сияқтылардың жинап бергеннен алып бала шағасын асырайды. Молдада кетіп қалғысы келіп жүр, жұмыс істегісі келіп жүрген жері шамалы. Қазақстанда молданың бәрі безіп кеткісі келіп тұр. Айлығы жоқ, әркім сөзін естиді, күнде бір қағаз талап етеді, жоғары жақтар нервін ауыртып жүр олда. Амал жоқ, әшейін бала шағасын асыра емес. Бір молданың баласы молда болуды армандамайды, мен сіздерге айтайын. Мен талай молданы білем, балалары оқымысты, ғалым, айтып беріп пе, Ақтөбе облысының бас имамының баласы 4 тілде емін еркін сөйлейтін, Абай жолын жаттап алған, 4 тілде емін еркін аударып бере беретін ғалым бала. Біздің молдалардың кейбіреуінің балалары Гарвардта оқып бітіріп жатқан бала бар. Біздің де бала шағамыз шетелде оқып жатыр. Неге? Өйткені молда болғысы келмейді, әркімді қол жайғыстырып келмейді. Мәселе осыда. Сондықтан молдаға берген 5-10 теңгеңді санама. Молданың Құдай өз нәсібін береді іліміне. Ол біреу өліп қалса да алады, сенен бермесе. Бірақ сол өмірде бір берген ақшаңды санамай қой. Қайта көбірек бер. Молдеке, маған дұға қылып жүріңіз де. Мені ұмытпаңызшы деп көбірек бер. Қайта көбірек бер. Адам бір мешіттің кілемін ауыстыруға ақша таппай жатырмыз. Спонсорларға айтып, сөйтсек, ой деп. Ана биткейде ескірген ғой енді, иіс шығады. Соған бір жаңа кілем алып, таңдап, көрсетіп қой, мынандай бір кілемдерге ауыстырайық десек, мынандай цвет па, мынандай цвет па, мынандай цвет па, мынандай цветке ауыстырайық па, мынандай цветке алайын ба, мынандай қылайын ба, мынандай қылайын ба, қандай цвет қылайық деп, кешелі көрі мына қызылы бар, ағы бар, осыны төсейік деп, мына кілемді ауыстырайық деген мүмкіншілік болмай жатыр. Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Қазір апа, 1 минут. Осы кілемді ауыстыруға мүмкіншілігіміз соған жинастырып алсақ, өткенде бір байға айтсам, байқұс жылап жіберді өзі. Өзім қарым жаным ашып кетті, саған берейінші қойшы деп. Бір сұмдық берген байға біреуге барған ғой, осыған жәрдем берші деп. Сондай жағдай қиын екен, сонымен өзім жинап бергім келді. Айтым, мен сізге жәрдем берейін, бекер кеттім деп, өзім өкініп кеттім. Сондықтан байған сайын қалтырауық дейтін сол. Сол үшін санама, бер, тұрады, көтеріп кетпейді ғой, өмір бойы сауап сіздікі болады деген сияқты мәселе. Бермесең, онда бермей-ақ қой. Ренжімеңіз, өзім оқимын деп болды. Қазақта кедей жомарт деген осы шығар. Амансыз ба, көршілермен тасаттық жасаймыз, бірақ мал соймаймыз. Кігі ет алынады, сол қалай болады? Негізі сол май сойған дұрыс емес па дейді. Сол кігі етті өздерің жейсіңдер, кігісін шығарып тұрып. Жоқ, сол кігі етті алып, мейлі сойып, жағдай жоқтарға беру керек. Апарып беру керек, мәсендер жеңді, тоқ болыңдар деп. А бізде тасаттыққа бүкіл қарны шыққандар барып жейді, күштіген жақсы болды дейді.
содан кейін қалай жаңбыр жауады қалай жаңбыр жауады сіздерге, қалай күн дұрыс болу керек, жетім жесірге беру керек, сонда сауап болады. Аллахым сізге разы болсын, баршамызға риза болсын жаным. Бізге риза болсын, сізге демек қой, бәрімізге риза болсын. Мен де соның үшін сен де бол, кілемге жинап берейік сосын. Жоқ, рахмет, Алла разы болсын. Ол суммасы көп болып тұр, оның жинайтын ақша емес ол. Оны бір-екі-үш адам мойын алса, онда болады. Или бір-ақ адам. Сонда болады. Түркиядан арнайы тоқылады, арнайы алып келеді. Біз подписчикті жинап береміз, рахмет, Алла разы ниетіңізге. Сіз Астанадасыз ба дейді, Рыскелді мешіттің бас имамымын. Әйелі теуіп ойнаса бола береді депсіз. Содан бері теуіп ойнап жүр мені дейді. Күйеуің ба? Теупсін сені. Жауым болмайсың. Өкпің түспейді одан. Талай теп біледің ғой сенде. Сен оның жәнін тепкен жоқ шығарсың, бірақ құлағын тепкесің. Құлағынан тептің, жәнін тептің, мазғысынан тептің. Енді сені де тепсе ештеңе етпейді. Ойнай берсін. Әйелдің сол тепкенін көтер, жақсы болады. Қуанасың. Тепкенде мәз боласың. Денең көгермейді одан. Енді сол тепкеннен тегіп, ножницамен теуіп, жағыңды айырып, талдырып құлатса, онда сот каналында 102 звонда, срочно звонда. 102-ға звондаватты, жағдайы қиын. Анда-санда ойнап, қалжыңдап, аяғын көтеріп қойса ештеңе етпейді. Қайта аяғын көтергенде бүйтсен де көтеріп алып, алақаныңа салсаң, енді қазір көтере алмайтын шығарсың, өзі 80 кило болды ғой. 80 килоны көтеремін деп грижаң шығып кетеді. Басқа бір нәрсең шығып кетпесін. Сондықтан ештеңе етпейді. Жақсы болады. Көтеріп жүрсең, әйел көтерсең, сенің балаңды көтерген әйелді сен алақаныңа салып көтер алтыным. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кісілер күтіп отыр екен. Алла разы болсын.